Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлы жылындағы бикештерге арналған жылдық жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. 2024 жылы сіз осы уақытқа дейін қол жеткізген жетістіктеріңізді сәтті негіздей аласыз және салыстырмалы тұрақтылық пен төзімділікке ие бола аласыз. Егер сіздің өміріңізде күтпеген жағдайлар туындаса, сіз оларға оңай бейімделесіз. Өзгерістерді өзіңіз енгізсеңіз, сіз жаңа нәрселерді біркелкі және бірте-бірте стрессіз және осы уақытқа дейін қалыптасқан тәртіп пен әдеттер бойынша қажетсіз сілкіністерсіз енгізесіз. Бұл сізге өміріңізге таза ауа кіргізіп, кептеліп қалмас үшін де берік іргетасқа тұруға да үлкен мүмкіндік береді. Онсыз сізге қиын болар еді. Осы жылы жағымды әсерлерді, жаңа нәрселерді үйрену және өзіңізді жақсарту үшін пайдаланыңыз. Жеке немесе кәсіби түрде. Сондай-ақ стресстік кезеңдерде уақытыңыз болмайтын сүйікті іс-әрекеттерге көбірек уақыт бөліңіз. Жұмыстағы жетістіктеріңіз бірінші жартыжылдықта орташа деңгейде қалады. Сіздің мансабыңызға ең үлкен қауіп қызғаншақ әріптестер түрінде болады. Олардың жаман жағына түспеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз. Олар сіздің жұмысыңызды бұзуға тырысуы мүмкін. Бақытыңызға орай, сіздің жауларыңыз жылдың екінші жартысында жақсы істерді табуы мүмкін. Жылдың екінші жартысы басшылармен достасуға көңіл бөлу керек. Жылдың бірінші жартысында қиындықтардан аулақ болғаныңыз үшін олар сізге жаман пікірде болмауы керек. Егер сіз олардың жақсы рақымына ие болсаңыз, онда сізді болашақта көтерілу күтіп тұр. Ақпанның ортасына дейін ыждағаттылықпен жұмыс жасайсыз. Сіз мұны игеріп, бәсекелестеріңізді артта қалдырасыз. Қаншама ауыр жұмысқа қарамастан бірнеше үзіліс жасауды ұмытпаңыз. Жұмыста мамыр-маусым айларында әріптестеріңізбен белсенді түрде пікір алмасу керек. Көбірек қызығушылық танытып, айналаңыздағы адамдарды түсінуге тырысыңыз. Осылайша сіз даулардың алдын алып, ынтымақтастықты жақсартасыз. Бикештер өздеріне көбірек қамқорлық жасауы керек. Олар үшін ең бастысы күнделікті спортпен шұғылдану үшін дұрыс және қажетті уақытты табу. Сонымен қатар кішкене медитация жасау. Бикештер көп нәрсемен айналысатын, олар туралы алаңдайтын және көптеген нәрселерді ойлайтын адамдар. Сондықтан шоғырлану және медитация ақыл-ойды демалу үшін өте қолайлы. Бірінші жартыжылдық еңбекке, кәсіби біліктілікті арттыруға және өзін-өзі жетілдіруге қолайлы болады. Көктемде бикештердің қаржылық мүмкіндіктері жақсы болады. Серіктестер мен клиенттермен байланыс көп пайда әкеледі. Міне достар, сіздермен бөлісер жұлдыз жорамалым осымен тамам. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.